Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен варенье қосылған жұмсақ осындай құрамы өте қарапайым пирогтың рецебімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды осылай алдымен миксерлейміз. Содан соң қант қосып, оны да жақсылап миксерлейміз. Содан соң 2 жұмыртқа қосып, оны да жақсылап миксерлейміз. Енді ұнға қопсытқыш қосып, жақсылап араластырып, ұнды біртіндеп қоса отырып, осылай жұмсақ қамыр илейміз. Описанияда көрсетілген мөлшерден артық ұн қосуға болмайды. Барлығын және де бірден қоспайсыздар, біртіндеп 2-3 бөлікке бөліп қосу қажет. Сонда пирогымыз жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міне осылай қамыр дайын болды. Дайын болған қамырды бір бөлігін үлкендеу, екіншісін кішіректеу етіп бөліп, целлофанға салып, үлкен бөлігін тоңазытқышқа, ал кіші бөлігін мұздатқышқа, яғни морозильникке 1 сағатқа қоямыз. Міне 1 сағаттан соң үлкен бөлігін алып, осылай оқтаудың көмегімен жайып, противенге осылай қолдың көмегімен осылай орналастырып шығамыз. Міне осылай қамырымызды тегістеу етіп жайып, кез келген вареньені қолдансаңыздар болады. Менде бұл сары өріктің вареньесі. Осылай видеода көрсетілгендей етіп барлығын орналастырып шығамыз. Содан соң мұздатқыштағы қамырдың қалған бөлігін осылай терканың көмегімен үстінен осылай өткізіп шығамыз. Міне осылай барлығын өткізіп алдық. Енді қызып тұрған 180 градус пеште пирогымыздың беті қызарып толығымен піскенше пісіреміз. Міне пирогымыз дайын болды. Жұмсақ, дәмі де өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған салтанат. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.